Отбасы беріктігі махаббат сезіміне, қызығушылықтардың ортақтығына, көмекке келу қабілетіне, бір-біріне құрметпен және қамқорлықпен қарауға негізделеді. 15 сәуір қазақ әдебиетінің баға жетпес жауһары, халықтық лиро-эпостық жырының әдемі жұбы, қозы көрпеш баян сұлу ғашықтар күні. Бұл мейрамға орай ерекше шығарылым. Бүгін біз мәңгілік махаббат дастанының кейіпкерлеріндей энерго отбасы жұптар жайлы баяндаймыз. Олар жоғары кәсібилік пен атқарып жатқан қызметке сыйластықты, үлкен құрметті көрсете білген жұп. Кез келген тапсырманы тиянақты, адал атқарып, халықтың алғысына бөленіп жүр. Қымбатов. Бұл жедел диспетчерлік қызметінің диспетчері Асылбек Қымбатов. Оның командасынсыз ешбір маман жұмысқа кірісе алмайды. Бұл қызмет одан жоғары жауапкершілік пен асқан кәсібилікті талап етеді. Хорошо, время 15:26, проверяешь состав бригады, проводишь инструктаж, что РП Нектар, РУ 10 киловольт, 1-2 сектор шин, 10 киловольт под напряжением. Проверяем инструктаж, допускаем бригаду. Ал бухгалтерия бөлімінің білікті маманы Венера Умированың жұмысы компанияның маңызды бөлімінде ауқымды есеп-қисаппен байланысты. Әрбір цифр мен әрбір санақ оның ой елегінен өтіп нақтыланады. Түнгі ауысымнан шығып жатқандағы ол кісі жұмысқа таңғы 8-ге дейін жұмысқа келу керек. Сол екі арада мен жұмыстан шығып жатырмын, ол кісі жұмысқа кіріп жатыр. Сол жерден таныстығымыз басталды. Ота құрғанымызға 12 жыл, бір ұлымыз, бір қызымыз бар. Осының маманы еңбекқор, адал, сенімді. Энергетика саласы менің мәңгілік махаббатымды жолықтырды. Менің тірегім, қолдаушым. Осы мекеме арқылы мен өз серігімді таптым. Сәлеметсіз бе, менің сұрағым бар еді. Техникалық шартты орындадым, енді маған консультация берсеңіз. Заңды тұлғалармен тұрақты байланыс инспекция қызметінің тікелей міндеті. Олар есептегіш құралдың жұмыс істеу принципін тексеріп, дұрыстығын бақылайды. Артылған міндетті асқан жауапкершілікпен орындайтын, қызметте тиянақты, әріптестеріне сыйлы, тұтынушыларға лайықты қызмет көрсететін үлгілі әріптесіміз аға инженер-инспектор Қадырбек Досанов. 3 фазалы есептегіш қондырғысы қойылған. Визуальный осмотрда ешқандай ақау көріп тұрғанымыз жоқ. Құрылғыштың ерекшелігі украиналық өнім. Бұл бізде система АСКО дейді, автоматический система управления коммерческого учета электроэнергии. Бұл құрылғыны біз дистанционно қазіргі уақыттағы көрсеткішін көре аламыз. Тексеріс аяқталғаннан кейін тексеріс нәтижесін, соответственно, акт обследованиемен толтырылып, бір данасы тұтынушыда қалады. Получается, вот эти не снятые на таблицу. Табличном виде. Понятно, да, здесь? Дальше идет следующий отчет. Ал Жанар Досанова электр энергиясын жеткізу, оны есептеу және төлем бөлімінде жетекші қызмет атқаратын білікті маман. Құжаттардың дұрыс реттілігін, жүйесін бақылап, санақ жүргізеді. 2003-тің желтоқсанында бізде энергетика күні алдында учаскелер арасында не болады, конкурс. Сол конкурста енді жолдасымды сол жерден енді сыртынан көрдім, жаңағы айтады ғой, бір көргеннен ғашық болдым деп. Оны бірақ енді деталін айтатын болсақ, енді оған бір жаңағы манасшыр емес шығарды, енді соған жақындап қалатын шығар деймін енді. Мен екі нәрседен қателескен жоқпын. Қазіргі таңда 3 бала тәрбиелеп отырмыз. 18 марта бізге 20 жыл. Если нашли себя друг друга в энергосистеме, счастье. Кадырбек келет, спрашивает, что случилось, қалай болады, то есть в это время я почувствовала уже свое. Да, это мой человек. Многому научилась у мужа. Своим терпением, своим упорством он меня перевоспитал быть такой, какая я сейчас. Үйде қонақта отырған еді, Ақбұлақ қайда, Ырғыз қайда, ортасындағы енді точка соприкосновения дейді ғой, жоқ. Мен энергосистема деймін етім. Олар заманауи қозымен баянның үлгісі. Олар әр істі жауапкершілікпен атқаратын
үлгілі мамандар. Олар әдемі таныстық тарихы бар, әріптестік сыйластықтан үлкен махаббатқа ұласқан жұп көрінісі. 5-7-ге қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, бағанаға шығып. Желіде апаттық жағдай орын алғанда, шұғыл тапсырмалар болғанда, жедел шығу бригадасы әркез жұмысқа әзір. Азамат Сәрсенбаев аталмыш бригаданың 4-ші разрядты электромонтері, жылдамдық пен жинақылыққа, сақтық пен кәсібилікке үйренген маман. Білім деңгейі мен дағдыларының жоғары болуы және қауіпсіздік шаралары. Ісімен сөзі келіскен. Мекеме мен тұтынушылардың арасындағы заманауи көпірді орнатушы. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ақпараттандырып, әдемілікті дүниеге әкелетін, жалпы сыртқы және ішкі байланысты орнататын үлгілі әріптес Аяжан Әбдіқалық. Сізбен біз тамашалап жүрген әлеуметтік желілердегі ауқымды жобалардың іргетасын қалаушы, сұлулық пен жинақылықты жаны сүйетін, кез келген қызметкердің жұмысына құрметпен қарайтын білікті маман. Жоқ, негізі бұған дейін біз жұмыс барысында бір-бірімізді көріп жүрдік, бірақ аса қатты байқадық деп айта алмаймын. Бірақ Азаматтың мені бірінші рет байқаған кезі мүмкін сол 14 қыркүйекте сол түсірілімде болған шығар. Мекемемізде спартакиада сайыстары бар. Сол жерде ол футбол ойынынан қатысады, ал мен шахмат, тозмалақ ойындарын ойнағанмын. Сол спартакиада болған кезде біз енді бірінші орынды кубокты алдық. Олма кубок алдымда бір топ балдардың қасына барып, суретке түсіріп жіберіңдер деп, мен телефонымды былай бере салдым. Сол кезде Азамат мені суретке түсірген болатын. Содан кейін біздің қасымызда жүрген адамдардан менің мекен жайымды, номерімді алып, Инстаграм парақшамды алып, содан кейін таныстық басталып, гүл жіберіп, содан кейін араласып кеттік. Мысалға, мен үшін барлығында жасай алады, оны 100% айта аламын. Адамға қамқорлығы, сосын адам мен адам салыстырмайды. Жаңағыдай қолы ашық, любой нәрсеге көмектеседі. Жауапкершілігі мол адам, бір нәрсені қолға алса, соны аяғына дейін жеткізеді. Кездесулердің бірінде бір қызық оқиға болды. Азамат мені киноға шақырды. Сол күні бірінші рет Азамат кездесуге кешікті. Жұмыс 8-де бітеді, ал жаңа киноның уақыты 9-да болды. Қайта хабарластым, жауап жоқ, жазам, оқымайды. Киноның ішіне өзім кіріп кеттім, содан кейін барып жазып тұр. Жұмыстан жаңа босап жатырмын деп, жаңағыдай авария болған ғой жұмыста. Содан кейін ол телефоны жерде қалып қойып, ол бағананың төбесінде тұрып, маған жауап бере алмай қалған. Ораза айы бастады, сол кезде сұраймын. Аллам бір салиқалы жар бұйыра көрсін. Осы жылдан қалмай үйленейін деген сияқты бір тілектерді көп айтып кеттім. Ораза бітті, содан кейін барып Аяжан пайда болады ғой сразу. Ол менің қабылған дұғам. Энергоотбасы терең мән мен мағына, үлкен махаббат, асқан құрмет пен кәсібилік. Біздің кейіпкерлердің пәк сезімі мен сыйластығына, кәсіби біліктілігіне негізделіп, қызықты хикаяға толы туындылар жазып, фильм түсіріп, қойылым қоюға болады. Себебі отбасы құндылығы заманның ешбір ағымына қарамастан қашанда сұлу, қашанда қымбат. Материалды дайындаған сыртқы және ішкі коммуникациялар қызметі арнайы энергоотбасы үшін.